Аллах Тағала баршамызға осы Рамазан айын дүниеміз үшін де, ақыретіміз үшін де ерекше бір жақсылықпен тәмамдасын. Мына тамақ пен судан тыйылғаннан кейінгі бір ең маңызды нәрсе осы айда тыйылуымыз қажет. Жалпы тіл ғой, тіл. Егер сол тіл кешке ауыз ашатын кезімізде, мұсылман қуанады ғой ауыз ашатын кезімізде. Сол қуанатын кезімізде егер сол тілімізде еш нәрсе кетпегендігіне қуанып отырсақ, ол керемет ораза болады да Алла Тағаланың алдында, иншалла. Сол ең басты нәрсе, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан: "Аксару хатоя бани адам фи лисанихи" дейді. Жалпы адам баласының күнәсінің басым көпшілігі тілінде жатыр дейді. Тек тілмен ғана өзіміздің таңертеңнен кешке дейін істеп келе жатқан бір жақсылығымызды құртып жібереді екенбіз. Бізде сөз бар ғой, жаңағы жақсылығын жамандықпен жуып кетті деген. Сол өзіміз сондай бір кесір істеп алады екенбіз да. Жабир деген сахаба адамның ол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мынандай нәрсені ескертеді. Жалпы егер де өтірік сөйлеу, жалған сөйлеу деген нәрсені тастамасаңдар, сол жалғанды адамдардың арасында таратуды, соны істетуді, содан тыйылмасаңдар, сондай-ақ білімсіздік деген нәрсені қойсаңдар. Білімсіздік деген сөз екі түрде түсіндіріледі. Біреуі білім болмаған білімсіздік, екіншісі мұсылманның білім болса да өзін ұстамдылық танытатын кезде ұстай алмағандығы да білімсіздікке жатады екен. Сол білімсіздік көзделеді да бұл оразаның кезінде. Яғни ұстамдылық ұстай алмай қалдық өзімізді, ашуланып кеттік, немесе жаңа сөзді айтып жібердік. Сол нәрселерді доғармаса дейді, онда Алла Тағалаға әсте қажет емес, оның сусыннан және тағамнан тыйылғаны дейді да. Сонда қараңыздар қандай нәрсеге мән бер деп отыр бізге. Сахаба радиаллаху анху айтады, осы хадистің негізінде ғой: "Ва иза сумта", егер де ораза ұстаған болсаң, фал ясум басарука, егер ораза ұстасаң, көзің қоса ораза ұстасын дейді. Қараңыздар, ва самғука, құлағың да қоса ораза ұстасын дейді. Яғни Алла Тағалаға ұнамайтын нәрселерді кіргізбе, сөздерді. Алла Тағалаға ұнамайтын нәрселерге қарама. Сосын вай лисанука дейді, және тілің ораза ұстасын дейді. Егер осы нәрсе Рамазанда Құдай қаласа аман болса, біз бұрын ораза ұстап жүрген кездерде, ауыз ашатын кезде ауыз ашып жатқанымызға қуанатынбыз. Түсіндіңіздер ме? Бірақ осы келесі жолдарда біз қуанатымыз кішкене бір дәрежеге көтерілу керек. Біз не үшін қуануымыз керек енді? Тілім бүгін аман болды деп қуану керекпіз да біз. Өйткені бұл Алла Тағала ораза мен үшін дегеннен кейін, оны Алла мен үшін деп тұрған оразаны ұсынатын өсек жабысып тұрса, ғайбат жабысып тұрса, қайтып ұсынасың оны? Сосын ол бізге байланысты емес қой, қабыл алатыны, қабыл алмайтыны. Ол шешеді ғой. Сондықтан осы не ұсынайын деп отқанымызда, жаңа біз күні бойы уайымдап жүрсек, Алла Тағала бізді иншалла нәсіп етеді. Сондай жамандықтан сақ болып жүруімізге иншалла.